Қайырлы күн достар, бүгін сіздерге жұп-жұмсақ, керемет болып шығатын шелпектердің рецептісін ұсынамын. Видео сіздерге ұнайды деп ойлаймын, мені қолдап қоюды ұмытпаңыздар. Алдымен ыдысқа жылы сүт, жылы су, қант, тұз, ерітілген сары май және құрғақ ашытқыны қосып араластырамыз. Ұнды електен өткізе отыра қосып, жұмсақ қамыр болғанша илейміз. Бетін жауып, жылы жерге шамамен 1,5-2 сағатқа қалдырамыз. Менде қамыр өте жақсы көтерілді. Енді осы қамырды теңдей етіп, 7 бөлікке бөліп аламыз. Қамырды осылай қолымызбен дөңгелектеп, бетін жауып, шамамен 10-15 минутқа тағы да көтерілгенше қалдырамыз. Қамырды видеодағыдай етіп жайып аламыз. Тым жұқа немесе тым қалың қылып қажет емес. Орташа етіп жайып, видеодағыдай ортасын пышақпен кесіп аламыз, немесе өз қалауларыңыз бойынша кеспей-ақ пісіре берсеңіздер болады. Қызып тұрған майда шамамен орташа отта 2 беті қызарғанша қуырып аламыз. Қалған шелпектерімізді де тура осылай жайып, бір-бірлеп пісіріп аламыз. Біздің шелпектеріміз дайын. Дәмі өте керемет, жұп-жұмсақ болып шығады. Міндетті түрде сіздерге дайындап көруге кеңес беремін. Сіздермен бірге болған Балзия ас болсын.